Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Мен Талдықорған қаласы Жансүгіров колледжінің дене шынықтыру пәнінің оқытушысы Алиев Мурат Кесарович. Бүгінгі біздің өтетін пәннің атауы таңдаған спорт түрінің әдіс-тәсілдік дайындығы. Тақырыбы оқушылардың спорттық жарыстары. Сабақтың мақсаты оқушылардың спорттық жарыстары. Жалпы білім беретін мектептерде жарыстарды ұйымдастыру туралы ақпарат беру. Студенттердің білім, білік, дағдыларын қалыптастыру. Бүгінгі біздің өтетін сабақтың жоспары: бірінші, оқушылардың спорттық жарыстарын ұйымдастыру. Екінші, қазіргі кезеңде жалпы білім беретін мектептерде жарыстарды ұйымдастыру және өткізу проблемалары. Спорттық жарыстар оқыту тәрбиелеу процесінің бір бөлімі болып табылады. Олар мектеп ішіндегі аудандық, қалалық және республикалық болып бөлінеді. Жарыстың жалпы міндеті балалардың спорттық жаттығулармен айналысуға белсенді қызығушылығын тәрбиелеу болып табылады. Жарыс күнтізбесі мектептердің дене тәрбиесі бағдарламасымен келісіліп, олардың дайындық мерзімін ескере отырып, сайыстар бүкіл оқу жылына теңдей бөлініп өткізілуді есепке ала отырып құрылады. Әдетте жарыстар күзгі айларда жеңіл атлетикадан, саяхаттан, бағдарлаудан, кросстардан, спорттық ойындардан өткізіледі. Қысқы айларда гимнастикадан, акробатикадан, мылтық атудан, шаңғы жарыстарынан және конькимен жүгіруден, көктемде жүзуден, жеңіл атлетикадан, саяхаттан, кросстан және спорттық ойындардан. Мектеп ішіндегі күнтізбе бойынша сынып ішіндегі параллельді сыныптар командалары арасында мектеп біріншілігіне арналған жоспар құрылады. Сынып ішіндегі жарыс мектеп бағдарламасындағы спорт түрлерінің жаттығуларына және президенттік тесттер кешенінің нормативтерінен сыныптағы мықты спортшыларды анықтау мақсатында өткізіледі. Мектеп біріншілігіне өткізілетін жарыстардың негізгі міндеті мектептің құрама командасын жақсартау мақсатында мықты спорттық сыныптарды және мектептің жақсы спортшыларын анықтау. Мектеп біріншілігіне өткізілетін жарыстар сынып топтары бойынша өткізіледі. Мысалы, бірінші және екінші, үшінші және төртінші сыныптар арасында кіші және ортаңғы мектеп оқушыларымен болатын сайыстар жарыс шартында көрсетіліп, қарапайым ереже бойынша өткізіледі. Ал жоғарғы сынып оқушылары арасындағы жарыстарда спорт түрлерінің ережелері толық сақталады. Жарыстарға сыныптағы дәрігердің рұқсаты бар оқушылардың барлығы қатысады. Қорытынды көрсеткіш бағдарламаның барлық түрлеріндегі 20-25 балдық жоғарғы нәтиже бойынша есептеледі. Қалалық және аудандық жарыстар екі категорияға бөлінеді. Бірінші категорияға мектептердің құрама командаларының арасындағы жарыстар жатады. Екінші, төртінші сынып оқушылары күш және грация атты ұранмен гимнастикалық жаттығулар жасап жарыстырады. 3-8 сыныптар мини-футболдан, 9-11 сыныптар спорттық ойындардан, конькимен жүгіруден, шаңғы жарысынан, 9 құмалақтан, шахматтан және шашкиден жарыстар, 1000 мектеп кубогы. 9-11 сынып оқушылары үшін ақ ладья. 4-8 сыныптар үшін ғажайып шашкилер. 2-4 сыныптар үшін күміс конькилер. 4-7 сынып оқушылар үшін. Осымен қорыта келе, оқушылардың спорттық жарыстары жалпы білім беретін мектептерде жарыстарды ұйымдастыру, белгілі бір талаптарды сақтану мен кезеңдерді орындаудан
және дене тәрбиесі пәнінің мұғалімімен үлкен жауапкершілікті талап ететін жұмыстардың бірі болып табылады. Осымен аяқталды. Үйге тапсырма. Бірінші, оқушылардың спорттық жарыстарын ұйымдастыру. Екінші, қазіргі кезеңде жалпы білім беретін мектептерде жарыстарды ұйымдастыру және өткізу проблемалары. Осы берілген тақырыптарға қосымша мәліметтер жинақтау, алған білімдеріңді толықтыру.